Бисмиллах деп, бүгін сіздермен осындай қаймақты, яғни сметанник пирогтың рецептісімен бөлісемін қыздар. Егер сіздер сметанник пирог пісіріп, ортасы дәл осылай қатпай былжырап жатса, дәл осы видео сіздің бүкіл мәселеңіз шешіп береді қыздар. Өзім үнемі тапсырысқа дәл осы рецептпен осы пирогты жасаймын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Алдымен ұнға салқын сармайды салып, крошка жасап аламыз. Майды теркіден, яғни сармайды теркіден өткізіп алсаңыздар да болады. Дәл осындай крошка жасалуы қажет. Ал енді үстінен бір шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхительді салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай толық араласуы қажет қыздар. Бөлек ыдысқа шекерге, яғни қантқа жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, қантымызды, шекерімізді ертіп аламыз. Осылай араластыра берсеңіздер, шекерлеріңіз ериді. Ерігеннен соң крошкамыздың үстіне салып қамыр илейміз. Қамырға артық зат, артық ұн мүлдем қоспаймыз. Өзі әп-әдемі қамыр болады қыздар. Дәл осылай илеп шығамыз. Енді мына қамыр күшті болып шығады. Ұстаған сайын ұстағың келе береді. Осындай қатты жұмсақ емес, қатты емес, орташалау қамыр болады. Ал енді пакетке салып демалдырып қоямыз. Салмасын дайындап алғанша. Салмасына қаймаққа қантты және жұмыртқаны саламыз. Мен 2 жұмыртқа саламын. Үстінен кукурузный, яғни жүгері крахмалын саламыз қыздар. Картофельный крахмал жарамайды. Міндетті түрде жүгері крахмалын салыңыздар. Крахмал салмай қоюға да болмайды. Себебі сіздердің сметанниктеріңіздің ортасы былжырап қатпауы осы крахмал салмаудан. Сол үшін крахмалды саламыз. Одан соң дайын қамырымызды майланған формамызға салып, осылай жайғастырып аламыз. Менің формамның диаметрі 28 сантиметр. Дәл осылай шеттерінде жұқартып, әдемілеп жайғастырып аламыз. Салмасын саламыз. Қыздар, бұл пирогты пісірудегі ерекшелік қызбаған пешке салып пісіріп аламыз. 160 градуста 40-45 минуттай пісуі қажет. Пешке салып пісіреміз. Одан соң, пісіп болғаннан соң міндетті түрде формада 2 сағаттай суы қажет. Бұл пирогты бір түннен соң немесе асығыс болсаңыздар 2 сағат сыртта суыды ғой, одан соң 5-6 сағаттай холодильникте тұрып кесе беруге болады достар. Егер видео ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет ас болсын. Сіздермен болған Жанар.